Кәмелетке толмағандарға зорлық көрсеткен азаматтар жазасын өтеп шыққаннан кейін арнайы есеп базасына тіркеліп 8 жылға дейін ішкі істер органдарының бақылауына алынады. Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы заң жобасында бақылауды күшейтуді қарастырған. Бүгін мәжілісте ішкі істер министрлігі осындай ұсыныс жасады. Ішкі істер органдары тәртіпті бақылауда қоғамдық көмекшілерді жұмысқа тарта алады. Жаңа заң жобасы шеңберінде олардың қызметі аясын кеңейту қарастырылған. Полицейлерге көмектесуге ынталы азаматтардың міндеті тек көшелерді күзетумен ғана шектелмейді. Қылмыс жасауға бейім адамды да анықтайды. По применению мер профилактики. Қоғамдық көмекшілер құқықтық насихат және консультативтік кеңесші органдардың жұмысын ұйымдастыруға қатысады. Мәдени бұқаралық және ойын-сауық іс-шараларын өткізу кезінде қоғамдық орындарда тәртіпті қамтамасыз етеді. Ал белсенділігімен көзге түскен қоғамдық көмекшілер ақшалай сыйлық, тіпті мемлекеттік наградалармен де марапатталады. Сыйақы төлеу шартын әкімдік жанынан жасақталған комиссия шешеді. Ішкі істер министрлігі құқық бұзушылық пен тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы екі заң біріктірмек. Дегенмен бұған мәжіліс депутаттары қарсылық білдірді. Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасын күшін жою ол 2023-2024 жылы қабылданған барлық заңдардың сол жерде қабылданған шешімдерден кері кету деп ойлаймыз. Бүгін халықаралық отбасы күні. Отбасы тұрмыстық зорлық-зомбылық болған жерде бізде отбасының тұрақтылығы болмайтындығын 2023 жылғы резонансты оқиға көрсетті. Сондықтан да біз өткен қателерімізден сабақ алуымыз қажет деп ойлаймыз. Жаңадан таныстырылған заң жобасында бостандыққа шығатын педофилдерді өмір бойы әкімшілік бақылауда ұстау мәселесі қаралған. Балаларға жыныстық сипаттағы қылмыс жасалған тұлғаларға мектеп және балабақша маңына жақындауға тыйым салынуы мүмкін. Кәмелетке толмағандарға зорлық көрсеткендер жазасын өтеп шыққаннан кейін арнайы есеп базасына тіркеліп 8 жылға дейін полиция органдарының бақылауына алынады. Құқық бұзушылық профилактикасы туралы жаңа заңда енді оларға бақылауды күшейту мерзімін ұзарту қарастырылған. Бүгін мәжілісте ішкі істер министрлігі осындай ұсыныс жасады. Мәжілістегі ресми баяндамадан кейін ішкі істер министрінің орынбасары тілшілердің сауалына жауап берді. Соңғы уақытта самокат пен велосипедке мемлекеттік нөмір орнату қоғамда қызу талқыланып жүр. Бірақ бұл ақпаратты ведомство өкілі жоққа шығарды. По велосипедам. Велосипедтерге мемлекеттік нөмір орнатылмайды, ал барлық самокаттарда сәйкестендіру нөмірлері бар. Бірақ олар кішкентай болғандықтан дұрыс байқалмайды. Оларды өндіруші компания өзі орнатады. Ендігісі бұл нөмірлерді ұлғайтып, көзге көрінетіндей жасау. Сондықтан ішкі істер министрлігі алдағы уақытта осы бастаманы депутаттармен бірге талқыламақ. Бұл қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, скутер, самокат мінген азаматтарды шұғыл іздестіруге мүмкіндік бермек. Инара Барсақбаева, Жәмил Бейсенов, 7 арна.